Қайырлы күн құрметті оқушылар, бүгін бізде 4-7 сабақ шығымға есептер шығару. Ал ендеше бастайық. Жалпы шығым деген заттың формуласымен бірінші танысып алсақ, шығым деген бізден андай этта деген әріппен беріледі. Бұның формуласы масса практика бөлінген масса теория көбейтілген 100%. Қазір мынау алдарыңызда тұрған есепті шығару арқылы шығымның қалай жұмыс жасайтынын полностью түсіндіріп кететін боламын. Ал ендеше бастайық. Бірінші есеп, массасы 15-15 грамм калий нитратын жоғары температурада қыздырғанда 1,12 литр оттегі газы түзілді. Реакцияның теориямен салыстырғандағы шығымын есептеңіз. Яғни мынау эттаны табыңыз деп бізде есеп келіп тұр екен. Ал ендеше реакция жазып алайық. Калий нитраты бұл қыздырған кезде калий NO2 деген затқа айырылады, және оттегі деген затқа айырылады. Міндетті түрде реакциялар теңестіріп аламыз. Осылай коэффициенттерін қойып шығамыз. Енді бізде калий нитраты 15-15 грамм. Және 1,12 литр оттегі газ түзілді деп тұр. Бұл 1,12-ні мен мына жаққа жазбай тұратырам. Мен керісінше бұның үстіне 1,12 жазудың орнына x литр деп қойып қоямын. Қазір түсіндірем не үшін олай жасап жатқанымызды. Енді литр болса астына міндетті түрде 22-де 4, ал мынау грамм болса заттың астына мр түсу керек. Так, 62, 39, қанша? 101 болады. 101-де 2-ге өтсек 202. Осы жерден біз пропорция құру арқылы x-ті анықтап алуымыз қажет. Мен қазір телефонды алып алайын. Осының үшін калькулятор қосайық. Так, 15-де 15 көбейту 22-де 4 бөлінген 202. Ол бізде 1,68 болады екен. Яғни біздің есепте негізі 1,68 литр оттегі түзілу керек еді, бірақ айтып қойған қанша ғана түзілді дейді, 1,12 ғана түзіліп тұр екен. Сонда біз осы жерде мынау 1,12 ол іс жүзінде түзіліп тұрған, яғни практика екенін білу керекпіз. Ал біздің тапқан x 1,68-іміз бұл теория екенін түсіну керекпіз. Сонда это тең 1,12 бөлінген 1,68 көбейтілген 100% деген нәрсені біз қолдансақ, қазір есеп бізде шығады. Так, 1,12 бөлу 1,68 көбейту 100. Бұл бізде 66-да 67% болады екен. Осындай бізде есеп. Келесі. 11,2 литр азотты жоғары температурада өршітке қатысын сутекпен әрекеттестіргенде 4,48 литр аммиак газы түзілді. Шығымды есептеңіз. Тура бірінші есеп секілді. Енді бұны өздеріңізде шығарып көрсеңіздер болады. Паузаға қойып бір шығарып көріңіздер. Ал мен былай шығарып кете берейін. Так, азотты өршітке қатысында сутекпен әрекеттестірген дейді. Сол себепті N2 қосып H2 дейді. Аммиак газы түзілді дейді. Аммиак деген NH3. Міндетті түрде осыны теңестіріп аламыз. X-ін қоямыз, мына жаққа 3-ін қоямыз. Енді теңестіріп болғаннан кейін біз не істейміз? Біз мынау реагент тұрған азотты 11,2-сін мына жаққа былай жазып қоямыз. Литр болса 22-де 4. Мынау 4,48 аммиак газы түсірілді деп тұр ғой. Бұл аммиакты біз мына жаққа жазбай x литр деп қоямыз. Литр болса астына 44,8 жаза саламыз. Енді бұл жерде пропорция құру арқылы x тапсаңыздар, бұл жерде x 22-де 4 литр болады екен. Енді ары қарай это тең 4-де 48 бөлінген 22-де 4 көбейтілген 100%. Осындай нәрсе. Бұл жерде көзбен көрініп тұр, что 20% болатыны. Келесі үшінші есеп. 11,2 литр күкірт 4 оксиді мен 6-4 грамм оттегі газы катализатор қатысында әрекеттескенде 24 грамм күкірт ангидриді түзілді. Реакция шығымын есептеңіз дейді. Сонда бізде күкірт 4 оксиді, яғни SO2 оттегпен әрекеттесіп жатыр екен, бізде SO3 деген зат түзіледі. Реакцияны теңестіріп аламыз. Енді бізде 11,2 литр күкірт 4 оксиді, мұнаның үстіне 11,2 литр жазамыз. Астына 44,8 оттек газымен әрекеттестейді. Бұны да жазамыз. 6-4 грамм. Астына мр 32. Енді 24 грамм күкірт ангидрид түзілді дейді. Біз түзілді деген нәрсені шығым сұрап тұрған кезде ешқашан жазбаймыз. Біз бұл жаққа керісінше x қойып қоямыз. Өйтіп грамм болғаннан кейін астына mr-ын жазып жібереміз. 48-48-ге 32, 80, 82-ге өтсек 160. Енді жігіттер қыздар, пропорцияны қалай құрастыратын едік? Мынау 11,2-ні 44,8-ге бөліп зат мөлшерін табамыз. 6-да 4-де 32-ге бөліп зат мөлшерін табамыз. Қайсысы кіші болады, сонымен пропорция құрастыратын едік.
Ал енді кеттік. 11-2-ні 44-8-ге бөліп жерсек, қанша болады? Ол бізден 0,25-ге тең болады екен. 6-4-32-ге бөлсек, 0,2-ге тең болады екен. 0,2 немесе 0,20 деп жоқтайсақ болады. Енді қайсы кіші? 0,25 ба, 0,20 ма? 0,20 кішірек. Сол себепті мен осы 0,20-ны аламын. Тікелей 160-ға көбейтіп саламын. Сонда бұл бізде қанша? 32 граммға тең болады. Сонда негізі 32 грамм айсош түзілу керек еді, бірақ қанша грамм ғана түзіліп тұр екен? 24 грамм ғана түзіліп тұр екен. Сол себепті біз это тең 24 деген есептің берілгендегісін үстіне жазамыз. Астындағы біз тапқан 32-ні астына жазамыз. И бұны көбейтеміз 100-ге. Бұл жерде қысқартып бөле салуға болады, бірақ мен калькулятормен бөле салғым келіп тұр. 24 бөлу 32 көбейту 100. Сол бізде 75% болады екен. Есептің жауабы 75. Келесі 4-ші есеп. Бұл есепте уже шығым бізде беріліп тұр екен. Бұны қалай шығарамыз? Түсіндіретін боламын. Кеттік. 120 грамм аммоний нитратын қыздырғанда түзілетін шығымы 80% аммиактың массасы дейді. Аммоний нитратын бірінші жазып ыдыратып алайық. Бұл ыдыраса аммиак түзілу керек дейді. Сонда аммиакты түзсек, бізде тағы HNO3 деген зат түзіледі. Аммоний нитратын үстіне 120-ны жазамыз. Астына MR қоямыз. Так, 62, 14, 63-ке 17 қоссақ, қанша? 88 ба? Жоқ, 90 ба? 80 ба просто? 80 екен ғой. Осы жерде енді аммиактың массасын сұрап тұрған аммиакқа X қоямыз, астына масса болған екен MR жазамыз, 17. Сонда бізде бұл жерде пропорция арқылы X табатын болсақ, 17 көбейту 120 бөлу 80. Бұл бізде 25 деген граммды береді екен. Енді жігіттер қыздар, шығым беріліп тұр 80%. Бір момент бар. Егер сіздерде X реагентте тұрса, онда біз шығымға бөлеміз. Ал егер X өнімде тұрса, онда шығымға көбейтеміз. Шығымға көбейтеміз. Бізде енді X қай жақта тұр? Реагентте тұр ма, әлде өнімде тұр ма? Әрине өнімде тұр. Сонда мен 25-5 деген тапқан соң, 80%-ға көбейту керекпін. Масса тең 25-5 көбейтілген 80%, прям 80 деп жаза салмаймын. 0,8 деп жазам. Сонда 25-5-ті 0,8-ге көбейтсем, менде 24 деген сан шығады екен. Сонда біздің есептің жауабы 24 грамм. Келесі 5-ші есеп. Көлемі 44,8 дециметр куб азот жоғары температурада оттекпен әрекеттескенде шығым 80%, азот моноксиді артық мөлшермен оттек әрекеттескенде шығыны 30%, азот төрт оксидінің зат мөлшері дейді. Сонда бізде қараңыздар, бірінші азот оттекпен әрекеттесіп жатыр. Міне азот оттекпен әрекеттесіп жатыр. Түзілген моноксид оттекпен ары қарай әрекеттесіп жатыр екен. Осылай. Енді бұлар теңестіріп алатын болсақ, 2 қоямыз, сонымен мынаны жолмен теңестіріп тастап автомат. Ал енді кеттік. 44,8 дециметр куб. Қараңыздар, дециметр куб берілсе, бұл литр екен біліп жүріңіздер. Сіздер шатастыру үшін сантиметр куб десе, бұл миллилитр, дециметр куб десе, литр. Ал егер метр куб десе, онда 1000 литр екен түсіну керекпіз. Сонда 44,8 литр ғой. Астына 22-де 4. 57-де 6 оттек. Астына MR 32. Осы жерден N10 табылайық. Давайте зат мөлшерін табасылайық. Очень коэффициент. Енді қайсысымен пропорция ұрамыз? Әрине қайсы аз болады? Сонымен 44,8 24-ке бөлсек 2 болады. 57-де 6 32-ке бөлсек сәл басқаша сан шығады. 57-де 6 бөлу 32. Ол бізде 1,8 екен. Қайсы кіші? Әрине 1,8 кіші. Осыны аламыз, 2-ге көбейтіп жібереміз. Сонда бұл бізде 3-те 6 моль болады екен. Ал жігіттер қыздар, бізде шығым 80% еді. Қараңыздаршы, X бізде реагентте тұр ма, әлде өнімде тұр ма? Әрине өнімде тұр. Міне мынау NO деп тұрған өнім. Біз сонда моль
мына моль таптық, оны шығымға көбейтіп жібере саламыз. 3-те 6 көбейтілген 0,8. Так, қазір бір минут. Көбейтеміз 0,8, ол бізде 2-де 88 береді екен. Осы 2-де 88-ді мына NO-ның үстіне қоямыз. Астына коэффициент. Енді азот моноксидінің зат мөлшерін тап дейді. Мынаған да зат мөлшерін табу керекпіз. Сонда екеуінің коэффициенттері бірдей, сонда зат мөлшері де бірдей болады деген сөз. Енді бір мәселе, мына жерде байқап тұрсыздар ма? Бізде шығым дейді. Көріп тұр ма? Шығым. М деген әріппен бітіп тұр. Мына жақта шығын деп тұр. Қандай әріппен бітіп тұр? Н деген әріппен бітіп тұр. В чем разница? Шығын деген орысша расход деген мағынаны білдіреді. Бір компания шығынға ұшырады десе, біз айтамыз, расходқа ұшырап жатыр екен ғой деп. Яғни шығын деген ол кетіп қалатын нәрсе. Мысалға 30% компания 50 миллионға шығынға ұшырады, 50 миллион жоғалтты деген сөз. Мысалы компанияда 200 миллион оборот ақша болсын, ол 50 миллион шығынды алсын, қанша миллионы қалып тұр, ода 150 миллион қалып тұр. Сонда кетіп қалған нәрсені біз шығын дейміз. Ал енді қалған мынау 150 миллион дедік қой, сол бізде оказывается шығын деген нәрсе екен. Мынау Н деген әріп емес, М деген әріп екен. Сонда, жігіттер қыздар, біздің случайда 30% ол кетіп қалса, қанша пайыз шығын болып тұр? Әрине 70%. Яғни шығын деген нәрсені көрсеңіздер болды, бұл міндетті түрде 100%-ын азайтамыз. Сонда біз 70%-ын қолдану керекпіз деген сөз екен. Ал енді бұл шығын болса, мынау бізде X деген реагентте тұр ма, әлде өнімде тұр ма? Әрине өнімде тұр, мынау өнімде тұр. Сонда біз бұны көбейту керекпіз 0,7-ге. 2-де 88 көбейтемін 0,7. Ол менде 2-ден 0,16 болады екен. 2-ден 0,16. Сонда біздің есептің жауабы азот төртоксидінің зат мөлшері 2-ден 0,16. Так, жігіттер қыздар, осымен біздің бесеміз аяқталды. Ары қарай практикалық бөлім. Каждыңыз өздеріңіз есептерді шығарып, 1-2 деп беліп кеттіңіздер. Кеттік, мынау бізде бірінші есеп. Мынау екінші есеп. Мынау болса үшіншісі. Мынау төртінші есеп. Мынау 5. Және дұрыс жауаптармен тексеріп алсаңыздар. Әдеттегідей жігіттер қыздар, қай сұраққа дұрыс жауап бердік, қаншауына дұрыс жауап бердік, соны комментарийға қалдыра кетсеңіздер, және видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Осымен біздің сабағымыз бітті. Келесі сабақта кездескенше.